Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен жұқа, жұмсақ әрі дәмді шығатын құймақ пісіреміз. Жасалуы өте оңай, бар жоғы 10-15 минут қана уақытыңызды алады. Менімен бірге жасап көріңіздер. Алдымен ыдысымызға жұмыртқа, тұз, 3 ас қасық қант саламыз. Барлығын бірге араластырамыз. Ұнымызды аз мөлшерде қосып, тағы да араластырамыз. Жылы сүтімізді құямыз. Қалған ұнымызды қосып, тағы да араластырып, үстіне су құямыз. Әр затты қосқанда міндетті түрде видеодағыдай араластырып отыру қажет. Үш ас қасық сұйық май құйып, тағы да араластырамыз. Біздің құймағымыздың салмасы сұйық болып шығады. Енді табамызды қыздырып, құймақты құймастан бұрын сұйық маймен майлап аламыз. Жарты ожаудан құймағымызды құйып пісіріп аламыз. Орташа отта пісіреміз. Құймақтың бетінде осылай көпіршік пайда болған кезде келесі бетіне аударамыз. Міне осылай шықты құймағымыз. Осылай келесі құймақтарды да пісіріп шығамыз. Міне біздің құймақтардың арты осылай болып піседі. Табамызға бірден көп сұйықтық құймаймыз, аз мөлшерде құя отырып, пісіріп шығамыз. Міне біздің құймақтарымыз дайын, өте жұмсақ әрі дәмді шықты. Маған тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар.